Де бір патша ауласына белгісіз бір өсімдіктің жемісін әкеп егіпті. Белгісіз да, білмейді да, өзі шынасы ма. Одан кейін ол жеміс 3 жылда жемісін береді. Сөйтіп әлгі жемістің суын 3 жылдан кейін барып берген да. 3 жылдан кейін барып берген да, 1 жылда бермеген да. Ол патша жаңағы әлгі жемістің суын уәзіріне ішкізеді. Қорқады ғой, дұрыс па? Жабайы қандай улы ма деген сияқты. Уәзір жаңағы жемістің суын ішкеннен кейін күледі, көңілденіп. Біраз уақыттан кейін жылайды. Так, демек ол жеміс қандай жеміс? Виноград. Спектер дегеніміз бұл ұсылыққа шеңді көмір спектер құрамында тек көмір қосылыстарына сөз қояды. Демек құрамында от деп болады. Олардың жалпы формуласы NOH болмаса CnH2n плюс 1 OH. Яғни бұлар спектер дейді. Анықтамасын жазайық. Тасол емес, анау алдын былай жуатын бар ма? Қармен жаңбырдан таза тұратын. Сол нәрсеге жаздың күні су құяды да, қыстың күні қатып қалмас үшін жердегі осы метанол деген спектер. Түсінді ме? Оны жайлап балғынмен бірдеңкемен мен ішіне құяды ғой дысына. Сол кезде көзге сақ болу керек та. Егер көзге тиетін болса, бір тамшының өзі сол кіреді. Өте улы. Так, спектер жанады C2H5OH. Жану реакциясы білесіңдер балдар, оттекпен әрекеттеседі. CO2 және H2O плюс жалын шығарама, жанған кезде ашық көк түсті жалын шығарып жанады. Так, теңестіреміз көміртегі нешеу? 2. Мұнда 2. Оттегі 6, мына орнына 3 қоямыз. Оттегін санаймыз. Оттегі мына жақта 4, 4-3 қостық 7 болып қалды. Бұндай кезде бірінші қойған кәйкесіздерді кеселеп жүріп, мені 4 қоямыз, мені 2 қоямыз, мына жерге 6 қойып жібереміз, сөйтемізді оттек санаймыз. 4 жерге 2, 8, 8-ді 6-ны қостық 14, 14 қосының алдына 7 қоямыз. Түсінді ма? Келесі реакциямызда спирттері қышқылдарымен әрекеттесіп көзделіп өткізеді, жазыңдар. CH3 спиртке қышқылы әрекеттескен этил спиртімен C2H5OH. Осы реакция эфирлену реакциясы деп аталады. Я болмаса этерификация реакциясы деп аталады. Нәтижесінде күрделі өткізіледі. C2H5 плюс H2O. Мынау бізде сірке қышқылы, бағанағы сендер айтып жатқан сірке қышқылын ішсе өле ма деген сірке қышқылы, мынау бізде этанол, спирт. Осы екеуінің әрекеттесуінен көлден этил алынды, сірке қышқылының этил экені деп аталады. Сірке қышқылының этил экені деп аталады. Сірке қышқылының этил экені деп аталады.